Саламатсыздар ма? Бұл видеода мен балалардағы жалпы қауіп белгілері туралы айтатын боламын. Жалпы көп жас врачтардың, педиатрлардың, воптардың қорқынышы ол жұмысқа кірген кезде мен балаларды қабылдауға қорқамын, себебі олар үлкендер сияқты мысалы жауаптарын ашық айтпайды, шағымын, иә. Сондықтан тек бала жылауы ғана мүмкін. Сондықтан мен бала ашық айтпағандықтан дұрыс диагноз қоя алмаймын. Қандай да бір қауіпті жағдай болса, мен оны өткізіп алуы мүмкін, байқамай қалуы мүмкін, және балаға зияны тие ма деген қорқыныш болады. Егер сізде де дәл осындай қорқыныш бар болса, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Жалпы қауіп белгілерін білу не үшін маңызды? Негізінен бір белгілі симптомдар бар, және дәл сол симптомдар балада байқасаңыз, ол бала жедел түрде госпитализациялану қажет екендігін білдіреді. Яғни дәл сондай сол симптом балада бар болса, демек бұл баланың жағдайы ауыр, және бұған жедел түрде көмек көрсетілуі қажет. Көрсетілмесе бала қайтыс болып кетуі мүмкін. Сондықтан баланы жедел түрде госпитализациялау қажет екендігін білдіреді, және осы видеода біз нақты осы белгілер қайсы екендігін әрбірін жеке айтатын боламын, және баланы тексерген кезде ол қалай өмірде, қалай көрінеді практикада, соны видео арқылы көрсететін боламын. Және сіз осыларды білу арқылы баланы амбулаторияда емдейміз ба, мысалы үйіне қайтару қажет па, назначение беріп, немесе госпитализациялау қажет па, соны нақты ажырата алатын боласыз, және бала өлім санын азайтуға көмектеседі бұл белгілерді білу. Видеоны бастамас бұрын өзімді қысқаша таныстырып өтсем, есімім Эльнора, воп дәрігермін. Воптарға наставник болып жүргеніме 4 жыл болды. 2023 жылдан бері Инстаграмда блог жүргіземін, және жас воптарға воп жұмысын нөлден бастап ат-иді үйретемін. Осы уақытқа дейін 400-ден аса вопқа жұмысқа кіруіне көмектестім, және воп жұмыс курсының авторымын. Енді белгілерге келетін болса, бірінші белгі ол баланың есі бұлыңғыр немесе есінен танған болу. Бұл бізде ең алғашқы қауіп белгісі, немесе оны летаргиялық немесе бессознаниялық жағдайда деп айтатын орыс тілінде, иә. Енді біз баланың сознаниясын анықтау үшін мынау шкалаға мән беруіміз қажет. Ең біріншісі, баланы сергек па жоқ па соған қараймыз. Яғни, мысалы, сіз приемда отырсыз, және сіздің приемыңызға баланы мамасы көтеріп алып кіріп жатыр, иә. Сол алып кіріп жатқан кезде бала егер күліп, ойнап, сөйлеп, немесе жан-жаққа қарап, немесе жылап, яғни активный болып тұрса, значит бала есінен танған емес, бала сознанияда деген сөз. И дальше мына белгілерді тексерудің қажет жоқ. Яғни балада мынау бірінші қауіп белгісі жоқ деген сөз, иә. Енді баланы мамасы көтеріп алып кіріп келген кезде, приемға отырған кезде бала активный емес, сергек емес болып тұрса, ол болуы мүмкін бала летаргичный состояниеда, немесе бала без сознания болуы мүмкін, немесе бала просто ұйықтап жатқан болуы мүмкін, немесе просто көзін жұмып жатқан болуы мүмкін, иә. Енді біз оны қалай ажыратамыз? Бала просто ұйықтап көзін жұмып жатыр ма, әлде баланың жағдайы ауыр ма? Оны қалай ажыратамыз? Ол үшін уже екіншісі голос, екінші белгі бізде голос. Балаға дыбыстап шақырамыз, анасын айтамыз, баланың атын атап, баланы оятуын сұраймыз. Енді мамасы баланың атын айтып, дауыс шығарып, оны шақырған кезде бала реакция берсе, значит бұл бала тек қана көзін жұмып жатыр, немесе просто ұйықтап жатқандығын білдіреді. Яғни бала сознаниясын жоғалтқан емес. Значит, балада бірінші қауіп белгісі жоқ деген сөз. Дальше мынаны тексермейміз. Ал енді баланы дауыстап шақырған кезде де, жоғары дыбыспен шақырған кезде де бала оянбаса, онда бұл кезде уже бала ұйықтап жатқан жоқ, иә, немесе әдейі көзін жұмып жатқан жоқ. Бұл жағдайда уже қауіп белгісіне жатады. Сол кезде балаға біз ауырсыну арқылы әсер етеміз. Яғни былай баланың денесін түртіп, немесе аяқ қолын былай кішкене қысу арқылы, желкесінен былай баланы оятуға әрекет жасау арқылы баланы оятамыз. Егер сол кезде ғана, яғни ауыр тітіркенгіш баланы былай күшпен әсер еткен кезде ғана бала кішкене ғана реакция беретін болса, онда бұл бала летаргичный состояниеда деген сөз. Яғни толықтай без сознания емес, бірақ летаргиялық состояние деген сөз. Яғни бала дауысқа мүлдем жауап бермейді, тек қана ауырсынумен әсер еткен кезде ғана реакция болса. Ал енді мынау балаға ауырсынумен де әсер еткен кезде, баланы оятуға әрекет жасап, мысалы ауырсынумен әрекет жасаған кезде ешқандай реакция бермесе, бұл бала без сознания деген сөз. Енді осы шкала бойынша сіз баланы бірнеше секунд ішінде уже бағалап үлгересіз, және осы кезде бала
тек қана ауырсынумен әсер еткен кезде ғана реакция берсе немесе мүлдем реакция бермесе, бұл қауіп белгісіне жатады және бұл баланы жедел түрде госпитализациялау қажет. Ал енді мен осының примерін видеода көрсететін боламын. В то время, когда он должен бодрствовать и быть активным, ребенок не может смотреть на мать или вам в лицо, когда вы с ним разговариваете. Такой ребенок летаргичен. Этот ребенок летаргичен. Ребенок может не проснуться, когда вы с ним разговариваете или вы хлопаете в ладоши. Даже очень маленький ребенок, который много спит, должен реагировать на эти звуки. Если ребенок не реагирует на хлопки, осторожно качните ребенка. А мынау бала уже без сознания. Ребенка в бессознательном состоянии невозможно разбудить. Он не реагирует, когда с ним разговаривают или покачивают. Этот ребенок без сознания. Егер приемда дәл осындай бала көретін болсаңыз, онда ол бала жедел түрде госпитализациялану қажет. Ал енді екінші қауіп белгісі бұл баланың еме алмауы немесе су іше алмауы. Бұл не үшін бала еме алмайды немесе су іше алмайды? Бұл бала соншалықты әлсіз және ол емуге немесе жұтынуға күші жетпейді деген сөз. Баланың санасы бұзылған және бала ұйқышыл болғандықтан, летаргичный болғандықтан бала жұтына алмайды және тыныс алуы ауырлаған болғандықтан соншалық бала жұтынған кезде тұншығып қалуы мүмкін. Яғни осындай кез келген ауыр жағдайда бала еме алмайды және су іше алмайды немесе емуден, су ішуден толықтай бас тартуы мүмкін. Және бұл белгі нақты бір аурудың диагнозын білдірмейді. Бұл тек қана балада қандай да бір ауру жүріп жатыр және сол аурудың ауыр дәрежеде өтіп жатқандығын көрсетеді. Мысалы, мынау элементарно пневмонияның ауыр дәрежесінде бала емуден және су ішуден бас тартуы мүмкін. Немесе кез келген ауыр инфекция кезінде, сепсис, менингит сияқты, немесе кез келген хирургиялық ауру кезінде ауыр дәрежеде өтсе, бала емуден және су ішуден бас тартады. Енді мен қазір оны видеода көрсететін боламын. Ребенок не может пить или сосать грудь, если ребенок не может пить совсем. Этот ребенок не может пить. Ребенок, который не может пить или кормиться грудью, это такой ребенок, который слишком слаб, чтобы сосать и глотать. Этот ребенок не может пить. У ребенка на грудном вскармливании могут быть трудности сосания, когда у него заложен нос. Тем не менее, ребенок... Мына видеода бала кішкене еміп, одан кейін бас тартып жатыр да, себебі бұл баланы мұрны бітеліп қалған. Балада ОРВИ, сондықтан мұрны бітеліп қалғандықтан бала емген кезде ауа жетпей жатыр да, ол ауа жетпей кеткен кезде емуден бас тартып жатыр. Сондықтан сізге анасы келіп бала емуден бас тартып жатқандығын айтқан кезде бірден қауіп белгісіне күдіктенбей, ең бірінші балада мұрны бітеліп қалған жоқ па, соны тексеруіміз қажет. Егер солай болып тұрса, онда баланың мұрнын тазалауын сұраймыз анасынан, және қайтадан баланың емізуін сұраймыз. Егер сол кезде бала мұрны ашылғаннан кейін жақсы ем бастаса, значит ол қауіп белгісіне жатпайды. Ал үшінші белгі бұл бала барлығын құсады, яғни бала кез келген тамақты, суды емгеннен кейін оны сразу құсып тастау. Бұл нені білдіреді? Бұл бала жағдайы соншалықты ауыр және организмға дәл қазір тамақтың, судың ештеңенің қажеті жоқ. Яғни оны қорытуға, жалпы ол асқазанға түскен кезде оны организм қабылдауға күші жетпейді деген сөз. Қазір мен оны видеода көрсететін боламын. Жалпы бізде ойлайды көбісі бала құсса, значит ол асқазанмен ғана проблема деп ойлайды. Негізі ол тек қана асқазанның аурулары кезінде ғана болмайды. Ол кез келген аурудың ауыр жағдай кезінде болатын белгі. Признак опасности присутствует, если у ребенка, который пытается пить, возникает повторная рвота, и он не может ничего удержать. Анасы приемға келген кезде егер осы симптомдарды айтпаса да, біз өзіміз оны сұрап көруіміз керек. Мысалы, бірінші кіргеннен бастап сознаниесін тексереміз баланың, одан кейін анасынан сұраймыз, бала дұрыс еміп жатыр ма, бала тамақтанып жатыр ма, су ішіп жатыр ма деп сұраймыз, одан кейін уже балада құсу бар ма деп мысалы сұраймыз. Егер жоқ, ондай симптом болмаған болса да, мысалы баласынан анасын емізіп көруін сұраймыз. Егер сіз қандай да бір ауыр баланың жағдай ауырлығына күдіктеніп тұрған болсаңыз. Одан кейін келесі төртінші симптом бізде ол құрысу. Бұл құрысу, егер балада эпилепсия аурумен учетта тұрмайтын балада бірінші рет осы ауру фонында, яғни бала 2-3 күн немесе енді ауырып басады және сол ауырған кезде судорога болған болса, онда бұл жалпы қауіп белгісіне жатады. Яғни
Бұл жерде анасынан сұраймыз, балада судорога болды деп айтқан кезде нақты қандай симптомды судорога деп айтып тұр, соған қараймыз. Немесе себебі бізде көп халық баланың есінен танып қалуының өзін судорога деп айтады, иә. Сондықтан судорога бұл бізде балада мышцалардың бірінші сыртқа қарай жиырылуы, одан кейін ішке қарай жиырылуы, дәл осындай состояниеде болса, онда ол судорога болып есептелінеді, және анасынан судорога қалай өткендігі туралы толықтай сұрап аламыз. Және егер дәл осындай симптом болған болса, онда бұл қауіп белгісіне жатады. Енді негізінен бұл белгілердің әрбірі нақты қандай бір диагноз екендігін білдірмейді, жай ғана балада кез келген аурудың ауыр дәрежеде өтіп жатқандығын білдіреді. Яғни ол қарапайым жаңа айтқандай пневмония немесе кез келген инфекциялық ауру болуы мүмкін. Және бұл кезде осылардың төртеуі немесе осы төртеуінің біреуі ғана балада кездесетін болса, онда ол баланы шұғыл түрде госпитализациялау қажет. Ал енді жаңағы белгілер ол 1 жасқа дейін, 2 айдан 5 жасқа дейінгі балаларда болатын симптомдар. Ал енді бала туылғаннан бастап 2 айға дейін мына белгілер болатын болса, онда ол қауіп белгілеріне жатады. Яғни 4 белгіден басқа тағы да қосымша белгілер бар. Ол ең біріншісі бала емуден немесе жаңа смес ішуден бас тарту, екіншісі балада судороганың болуы, үшіншісі тыныс алу жиілігінің 60-тан асып кетуі, бұл тыныс жеткіліксіздігін білдіреді, иә. Сонымен қоса мына грудной клеткадағы қосымша бұлшықеттердің ішке қарай тартылуы, және температураның 37-де 5-тен жоғары болуы, немесе дене температурасының 36-да 5-тен төмен болса, және бала ешқандай жаңа без сознания жағдайында болса, ол 2 айға дейінгі балаларда қауіп белгісіне жатады, және бала жедел түрде госпитализациялану қажет. Және осы жағдайда, мысалы, біз ВОПтар поликлиникада прием жасаймыз, иә. Сол кезде сіздің приемыңызға осындай бала алып келсе, біз сол поликлиникаға бірден скорый шақыруымыз керек, және оны баланы скорыйдан салып жібереміз. Егер сіз үйге выездқа барған болсаңыз, онда үйге выездқа барған кезде анасына баланы, мысалы, сіз өзіңіз скорый шақырып, полный жағдайын түсіндіргеннен кейін, ол баланы ол жерде тастап кетпейсіз. Тек скорый келгеннен кейін ғана, сіз баланы толықтай жаңа скорый алып кеткендігіне көз жеткізгеннен кейін ғана үйге қайту қажет болады. Жалпы осы жылы жұмысқа кіруді жоспарлап жүрген болсаңыз, және диагноз қоюға және емдеуге қорқыныш бар десеңіз, басқа да лайфхактармен мен тегін интенсивте бөлісетін боламын. Қазір осы видео описаниеда сілтеме қалдырамын. Сол сілтеме арқылы WhatsApp чатқа тіркеліп алыңыз, және тегін интенсивке сол арқылы тіркеле аласыз. Назарларыңызға рахмет.